балаларға Рамазанды қалай сүйдіріп үйрету керек? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Рамазан мұсылмандар үшін ең қасиетті ай. Бұл ай сабырдың, мейірімнің, кешірімнің және Аллаға жақындаудың айы. Бірақ көп ата-ана бір сұрақ қояды: балаларға Рамазанды қалай сүйдіріп үйретуге болады? Тақырыпты ашпас бұрын арнаға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, жақын адамыңызға бөлісе отырыңыз. Кейде біз балаларға ораза туралы тек талап ретінде айтып қоямыз. Ал шын мәнінде бала Рамазанды қорқынышпен емес, қуанышпен және махаббатпен қабылдауы керек. Бүгін біз балаларға Рамазан айын қалай әдемі түрде үйретуге болатыны туралы бірнеше маңызды кеңес айтатын боламыз. Бірінші, балаларға Рамазанның мәнін қарапайым тілмен түсіндіру. Балаларға күрделі сөздермен емес, қарапайым және түсінікті тілмен айту керек. Мысалы, былай айтуға болады: Рамазан бұл Алла бізге ерекше сыйлаған ай. Бұл айда біз жақсы істерді көбірек жасап, адамдарға көмектесіп, Алланы еске аламыз. Балаларға Рамазан тек аш жүру емес, ол жақсылық жасау, мейірімді болу, жаман сөз айтпау екенін түсіндіру керек. Сонда бала Рамазанды ауыр міндет емес, жақсылық ретінде, жақсылық айы ретінде қабылдайды. Екінші, балаларды кішкентай амалдарға үйрету. Балаларға бірден толық ораза ұстауды талап етудің қажеті жоқ. Оның орнына оларды кішкентай амалдарға үйретіңіз. Мысалы, ауызашар дастарханын дайындауға көмектесу, дастархан жаю, құрма тарату, су беру, дұға жасау. Осындай кішкентай амалдардың өзі балаға Рамазанның атмосферасын сезінуге көмектеседі. Балалар өздерін Рамазанның бір бөлігі ретінде сезіне бастайды. Үшінші, Рамазанды үйде мереке атмосферасымен өткізу. Балалар үшін көңілді атмосфера өте маңызды. Үйде Рамазан келгенде шамдарды ілу, дастарханды ерекше дайындау, бірге ауызашар жасау, тәтті тағамдар дайындау. Мұның бәрі баланың жүрегінде Рамазан туралы жылы естелік қалдырады. Егер бала Рамазан келгенде үйде ерекше қуаныш болатынын сезсе, ол бұл айды жыл сайын асыға күтетін болады. Төртінші, балаларды жарты күн оразаға үйрету. Кейбір ата-аналар балаларын кішкентай кезінен жарты күн оразаға үйретеді. Мысалы, таңнан түске дейін, немесе түстен ауызашарға дейін. Бұл балаға сабырды үйретеді. Ең бастысы, баланы мәжбүрлемеу. Егер бала тырысса, оны мақтап, қолдау көрсету керек. Баланың жүрегінде мен де Рамазанға қатысып жатырмын деген сезім пайда болады. Бесінші, балаларға Рамазан туралы қызықты әңгімелер айту. Балалар оқиғаларды өте жақсы көреді. Сондықтан оларға пайғамбарымыздың өмірінен оқиғалар, сахабалардың оразасы, Рамазанның кереметтері туралы айтып беріңіз. Мысалы, балаларға мынадай хадистерді айтуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: ораза ұстаған адамның екі қуанышы бар. Бірі ауыз ашқан кезде, екіншісі Раббысымен кездескен кезде. Осындай әңгімелер баланың жүрегіне иман дәнін себеді. Алтыншы, балаларды садақа жасауға үйрету. Рамазан жомарттық айы. Балаларға кішкентай болса да садақа беруді үйретіңіз. Мысалы, мұқтаж адамға көмектесу, мешітке садақа салу, тағам тарату. Егер бала өз қолымен жақсылық жасаса, ол Рамазанның шынайы мағынасын түсінеді. Жетінші, баланы мақтау және қолдау. Балалар үшін мақтаудың әсері өте үлкен. Егер бала жарты күн ораза ұстаса, дұға жасаса, жақсы іс жасаса, оны міндетті түрде мақтаңыз. Мысалы, жарайсың, сен бүгін жақсы амал жасадың, Алла сені жақсы көреді. Осындай сөздер баланың жүрегінде дінге деген махаббатты арттырады. Қорытынды, құрметті көрермен, балаларға Рамазанды үйретудің ең маңызды жолы махаббатпен үйрету. Егер біз түсіндіре білсек, жақсы атмосфера жасасақ, балаларды қолдап отырсақ, онда балалар
Рамазанды тек міндет ретінде емес, ең сүйікті ай ретінде қабылдайды. Ұмытпаңыз, бүгін біз балаларға Рамазанды қалай көрсетсек, ертең олар дінді дәл солай қабылдайды. Сондықтан балалардың жүрегіне Рамазанның жарығын себейік. Алла баршамыздың оразамызды қабыл етсін.